Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындау үшін видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерлерін өткізіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарайтын боламыз. Өте дәмді, тез әрі дайын болатын Наполеон тортымен бөлісетін болам. Бізге ұн керек болады, сосын бөлме температурасындағы сармай керек болады. Сармайды жақсылап ұнға булап начинка жасап алатын боламыз. Тестасын жасайтын боламыз. Видеода қалай көрсетіліп жатыр, дәл солай істеңіздер. Бәрін қанша кететінін мен сіздерге описаниеге толық жазып кететін боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Осылай бәрін ұсақтап, тестасын дайындап аламыз. Сосын бір жұмыртқа, шым-шым тұз, сосын су керек болады. Осы рецептпен істеп көрсеңіздер, бір дайындағандан құсайтын Наполеон торт. Мен тапсырысқа да жасаймын бұны. Жұмсақ қана тесто илеп алатын боламыз. Міне осылай жұмсақ қана қамыр шығады. Бетін жауып 15 минутқа тындырып қойыңыздар. Сосын осылай қолымызбен жайып аламыз, жақсылап беріп, қандырып, сосын бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде 8 бөлік шықты. Бәрін зуала қылып, пергамент қағазымызды дайындап аламыз да, осының үстіне жайып, жоғалап жайып, сол аралықта пешкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Әрі тез піседі, тез қарап тұрыңыздар, болмаса күйіп кетуде мүмкін. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар, қоңырау батырмасын басып отырыңыздар. Күнделікті новый рецепттермен бөлісіп отыратын болам. Көбінше мені 5 подписчик адам қарайды екен. Достар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, сіздерге пайдалы ақпараттармен және пайдалы рецепттермен, витаминге бай, витаминді салаттармен, торттар, тез дайындалатын булочкалар бәрін бөлісетін боламын. Осылай жоғалап жайып аламыз, жыртылып қалса ештеңе қалмайды. Енді бізге ішіне кремін дайындайтын боламыз. Сгущенкамен бөлме температурасында тұрған сармайды пайдаландым. Миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дәл осылай қою болып шығады. Каналға тіркелуді міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Осылай астына жағып, бәрі піскен кождарымызды бір-біртіндеп крем жағып бастаймыз. Осылай
пісіп шығады, әдемі болып. Күйіп кетпесін, қарап тұрыңыздар. Тез піседі бұл. Осылай 1,5 қасықтан құйып, бәр жеріне жағып, кремін көптеу жақсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Дәмді болудың себебі бұл креміне көптеу крем жақсаңыздар, өте дәмді, өте ерекше Наполеон болады. Бәрін үстіме-үст осылай кремін жағып шығамыз. Үйлеріңізде қалай ыңғайлы ыдыс бар, сонымен істесеңіздер де болады. Міне, дайын болды, қыздар. Өте дәмді, ерекше Наполеон торты өзіңіздің туысқандарыңызға, семьяңызға, жолдасыңызға және ата-енеңізге істеп берсеңіз болады. Қонақ келгенде тез дайын болатын Наполеон торт. Өте көп дайын, тез қараңыздар, өте әдемі шығады. Көп нәрсе кетпейді. Осы рецептпен істеп көрулеріңізге кеңес беремін, достар. Каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк басамыз, достар. Комментария жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған аяулым. Келесі рецептте кездескенше аман сау болыңыздар. Осы рецептпен істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, өте ерекше шығады. Енді Наполеон торты үстіне осылай басып жіберсеңіздер, кремдері бір-біріне тез сіңе бастайды. Өте әдемі, қараңыздар.